Avtokөліктің бағасы Kengirek жігіті, кеңірек. Тікелей бері деп тағы да бейнеу, ары қарай жалғастырамыз. Ауылдық жерден келіп жатқан жігіттер де бар, қосылып жатыр. Қарамыз көбейіп жатыр. Ауылдық жерден келген жігіттер келіп талап арыздарға қолдарын қойып жатыр. Бейнеу ауданының жерінен алыс шалғай ауылдарынан жігіттер келіп жатыр. Бәрінің де талабы сол, газдың арзандату, азық-түлікті арзандату. Yok, koyla yürümeyeyim mi? Әңгімелеріміз айта бересіз şimdi. Шетке шығарып қойды ғой, қолға. Ана газ заправкалардың нелері келді ма, кәсіпкерлер? Иелері? Келген жоқ қой. Микрофонмен колонка алдыртады. Иә. Көбінесе концерт болса толтырып әкеліп, осындай кезде әкелмеймін. Иә. Шақым сөйлесе алмайды ғой. Мұрат, сен барсың ба? Білмеймін, әйтеуір барсы бағанадан бері бар едім. Көрініп тұрмын ба дейсің? Иә. Оның артынан беріп түседі. Жаңа заправкың нелері қайда екен? Заправкың нелері шақырамызда отыр еді ғой. Бейнеуге заправканың иелерін талап етіп жатыр халық. Келіп айтсын енді олар. Ценалар. Заправканың иелерін шақырайықшы. Олардың да несін тыңдайық. Иә, тыңдайық. Олар не айтады? Заводтан бері қарай алған жерден бейнеуге жеткенше қанша болады, қалай болады? Заправканың иелері ғой. Сіз айтасыз, олар білмейді. Қазір шақырда енді алда барлар келеді. Ақтау тұрыш бекен Ақтау. Ақтауда осындай. Жаңаөзенде осындай. Осы хабарласуын бірақ пока. Осындай тұрмеген азаматтар. Хатыңызды болып қалды ғой. Көп адам қол қойды. Айтылып отқан жаңа талаптарыңыз мен ары қарай жеткізем. Сосын біздер жауабын күтеміз. Жауап енді жаңа айтылып отқан газдың мәселесі бойынша жаңа осы газдың мәселесі жаңа таңатпен азамат сендерге түсіндірді. Ақтаудан қаншаға келеді Жаңаөзеннен. Сосын осы жерде қаншадан сатылып жатқан. Газ ең арзаны осы Бейнеуден өздерің көріп отырсыздар. Болса. Оны жасыратын жоқ. Бейнеуде газдың 95 екені рас, бірақ ертең өзенде газ 120-130 болғанда бізде неше болатынын білмейміз ғой. 25 болды деді ғой өзенде кеше. Қол қоймағандар болса қол. Өзеннен қымбат алып бізге арзан әкелетін кәсіпкер көрген жоқпын, қайдан білейін. Азаматтар, мына газдың мәселесін тағы түсіндіріп айтсын.
Ауылда бар газопровод. Зауытта қазір қанша енді қаншадан беріп жатыр таң ат? Дәл қазіргі уақытта зауытта мысалы қаншадан беріп жатыр заправканы? ЭТП деген мәселе бар ғой. Иә. Мысалға, онда 5 сессия деген бар. 5 үй 5 күнде ойнатылады. Бірінші күнінде арзан болады, 5-ші күнінде уже қымбат болып бастайды. Қайталап айтайын. Мысалы, бірінші күні кеше осы январдың осы міне 22-ші жылдың январының газының объемы 20-ші декабрь күні ойнатылды. Бірінші сессиясы. Бүгінгі баға зат тоннасына 118.252 теңге болды. Бұл дегеніміз литрге жаққанда 70 теңге. Кім қоятын бағаны? Бағаны қойып отқан ол министерстводан қойылады. Шетелден келіп жатыр ма не? Ол жаққа жауап бере алмаймын. Именно баға қаншадан шықты деген сұраққа жауап бере алмаймын. Сіздер сұрағасыз. Жоқ, онда былай ғой енді. Бұл жерде сонда таң ат айтқым келіп тұрған кәсіпкерлердің бұл жерде кінәсі жоқ. Ар жақтан қойылып тұрған баға ма сонда? Зауыттан ба әлде министерстводан ба? Кәсіпкерлерді осында шақырдық. Иә. Олар өздері келіп айтады қазір. Қанша теңге? Бұл айтқанда енді үкімет қой сондай баға қойып тұрған министерство дегесін. Арзанда сол газ және газбен жабдықтау. Енді бұл жерде енді сонда зауыттың да кінәсі жоқ. Өзіміздің үкімет халыққа, өзіміздің халқына қымбатқа сатып тұрған есеп болып тұр ғой. Сол ғой бағана айтылғандай. Түсінгеніміз сол ғой, жігіттер. Жоғарыдағы көкелердің істеп отқаны ғой. Газды тем более шетелден алмайды. Өзіміз өндіреміз. Қалай қымбаттатады? Басқа нәрсенің бәрі Енді газдың мәселесі, газ қалай сатылып жатқанын таң атқа айтып айтып отқан енді біз мына талап арызды мен қолыма алып отырмын. Азаматтар қол қойды. Соны осымен енді мен басшылығыма баяндайын, хатын жолдайын. Біздер енді осылай жұмыс жасайық. Енді күн салқын азаматтар енді тарайық. Тарабаймыз. Бұлай ғой. Иә. Мынада мен түсіндіріп айттым. Сіздердің не үшін шығып отырғанын. Газ мәселесінде, бензинді де басқа ас мәселесінде көтердік қой. Сіздерге жазбаша түрде сұрадыңдар, тапсырдық. Тек қана бұл бір мәселені көтеріп отырған жоқпыз ғой бейнеудің ішінен. Бұл тек қана мына Ақтауда ертең 2011-дегідей жағдай болмасын деп. Сосын мына жерде отырғанымызда ол бір Алланың қолында, бірақ Аллаға тапсырып тұрмын. Алла әрбір затына ниет етіп амал етің дейді. Біздер амал етуге отырғанның себебіміз де осы өтініш ретінде қолдау ретінде біздер өйткені ойланады, анаяқта отыр, міне бейнеуде отыр екен, ане Ақтауда отыр екен, Жетібайда отыр екен, тағы басқа осындай отыр екен дейді да, олар шешуге тырысады. Өйткені барлығы ақымақ деп ойламаймын әрине. Бірақ енді сол видео үндеу жолдадыңдар сендер. Әлі жолдаған жоқ. Салдыңдар. Жиналып енді жолдап әлеумет желіге манадан салыватсыңдар. Бәрі көріп отыр, біліп отыр. Талап арыз қағазға түсірдік жігіттер. Мен енді осымен жұмыс жасайын. Енді тарайық, жаңа айтып отырмын. Мана басында сізге де түсіндіріп айттық қой. Сен иә дедіп, мына жерде маған өзіңіз уәде бердіңіз. Хорошо, жақсы. Мәселелерін қазір мына қағаз жөнінде іріктеп алайық. Енді біздер тағы айтып отырық қой. Біздер осында тұрамыз. Жаңаөзен мәселесін шешкенше халықтың сабырға шақырып, мәселелерін толық түрде қолға алсын. Сол кезде бар жүріп шешілген болса, біздер азаматтардың барлығы сол кезде тараймыз деп сосын өзендегідей болады, ана мынау деп қорықпау керек, керек па атсын да. Ондай әңгіме айттым, жігіттер. Ондай әңгіме айтпау. Жалпы өйтіп айтпа. Онда болса керек па, алып келсін аманға. Қазір бәрі көз ашық, 21-ші ғасыр көз ашық бәрі. Әлеуметтік желіден қанша сетті айырып алғанмен жасыранбайды, жасыратыдан болған жоқ. Қазір мына дәл қазіргі болып отырған жағдай Ақтауда өзенде уже ОМОНдарда әскерлер дайындап жатыр. Не мақсаттан дайындап жатыр? Жоқ, келіп жатыр ол. Сақтық шаралары. Оның орнына осы мәселені шешудің жолын неге қарамайды? Тоқтайды, неге өзі шығып айтпайды, осылай не? Енді мен қазір нақты сендерге мына айтып отқан мәселе газдың бағасын шеше алмаймын. Айтылып отқан мына хатқа түскен барлық мәселені менің басшылығыма қазір баяндаймын.
Содан кейін жедел баяндау. Bunu жедел түрде баяндау керек қой негізі. енді мынау сіз айтып тұрмыз ғой, мына мәселемен айналысамыз. Оның жауабын Айтып қашан отқан айтасыз? жігіттер. Осы жерде тұрамыз да сол ғой. Жоқ, мен қазір бұл бірден шешіліп жатқан нәрсе емес қой. Өзің көріп өзің бар, ақтау бар. Бәрін талап болсын. Енді бұрынғыдай телефонмен бүйтіп соқпайды ешкім. Бұрынғыдай почта арқылы салмайсыз. Қандай шешім қабылданады, барлығы жарияланады жігіттер. Енді біздер мына жерде тұрмайды, бұл шашырап. Әркім әртүрлі шаруасы бар, сонымен айналысайық. Иә, бейнеу. Азаматтар қарайық. Жоқ түсті. Жаңа айтылып отқан әр азаматтың жеке шаруасы да бар. Онымен де айналысамыз. Қазір мен қабылда деп отқан жерде бірінші бар. Сосын мана ғана көкенің қасындағы. Ол жеке проблема. Жеке мәселені мен қазір Әркі мәселе мына жер халық мәселесі болып отыр. Оны не қылмайды. жақсы жігіттер, қарайық. Қараймыз. Ақтау өзенге жол тартамыз. Ол егер не істейтін болса, сол жаққа кетеміз. Ойқа бару керек жігіттер. Ақтамаққа бару керек. Бака, мына жерде күтеміз. Мына жерде күтеміз. Жауаптарын не істесін. Сосын қолдауға егер де не істейтін болса, азаматтар машина көліктері шығартмай қалып жатсақ, Ақтау шешілмей отырған болса, ойыққа барамыз. Шығасың ғой, жедел түрде ананы әлеуметтік желіге салып, біз қатымыз аудио өңдеу ма, видео өңдеу жариялап шығуға болады ғой оларда да, оны бір бәлендей уақыт бұрынғыдай емес, поштаға салып жіберіп күтпейді бәлен уақыт. Жедел түрде шешуге болады, онда егер да аудио өңдеу, видео өңдеу жарияласын, Тоқаевқа өзі шығып айтсын, біздің өңдегеніміз не толку ол да. Газ заправканың иелері келеді, соларды күтейік. Ары қарай походу көре береміз. Мына газдың мәселесін адам иелерінің айтуы бойынша біздер 82-83 теңгеден сатып аламыз деп зауыттан осындай дейді. Ал кеше мен мына Жаңаөзен азаматтарынан сұрап тұрып көрген оқыда Жаңаөзенде шығып 30 теңгеден сатылып неге сыр-сырыңызға 59-60 теңгеден ба сондайдан істеліп отыр. Одан сол алып келген. Бұл жерде бейнеуге келген газдың өзінде де бірнеше адам арада болып тұрған посредниктер көп болып отыр. Мына зауытпен газдың адамдар тікелей сөйлестіруге әкімшіліктің қолы жетеді ғой. Олайға келісімсіз. Электронный торговля айтып отырмын мен. Жоқ, электронный енді тендерден ұтып алған енді. Электронный ұтып алған тендерден ұтып алып жер ортада көптеген несиелеп отыр. Электронный деген мәселе тендерден не үшін несиелеп ол? Газды аукционға салу Ол 39 теңгеден сатылып отырған зат мысалға. Ол қалай сонда жаңағы 60-80 теңгеге мына жаққа жетті? Электронныйды да қадағалап отқан өзіңдерінің осы әкімшіліктің өзінің осы нұр ненің биліктің өздерінің адамдары қадағалап отқан электронный бола ма басқа бола ма кімді қалай алсаң бүйнеуге бірінші газда келген белгілі екі площадкалар ғой газ және Оны естіп отыр. 115 теңге ма сондай қосып отырып дейді. 82-83-тен алып Таратқыларыңыз келсе, неге форма деген криминалист бөлеген жолданады, бәрі жолданады, өйткені бір ауыздан әкімнің өзіне сөйлемейді, халықтың атынан әкімнің өзіне сөйлемейді, халықтың атынан неге сөйлемейді, видеоны халық бөлек, әкім бөлек болды, халық бөлек. Сен бөлек бергендердің халық жолдай келеді. Конституцияда билік деп халықты айтады. Сіздерде билік өкілдер дейді, халықтың өкілдері. Соған негізгі мына жерде айтып отырған азаматтардікі, халықтың талабын әкімде шығып жолдауда Ноғаевқа тағы басқа айтсын деп көздегені ғой. Мына жерде жоқ, үндеумен, видеомен халықтың алдына шығып жүріп өкілі ретінде біздердің азамат ретінде неге шықпайды деп отыр. Ал мына жерде ол тек түсіндірме берді. Қол қойдың да сол бет жібергеннен кейін де болды ғой. Жоқ, ол кім жалғас бұлардың айтып тұрғаны, бұл кісілердің айтып тұрғаны. Енді сен Бейнеу ауданының азаматсың, осы ауылдың баласысың, Бейнеуде солай, айту керек еді. Мен Теміров жалғас
Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен Теміров жалғас бейнеу ауданының Соны жіберсе, сіздер айта аласыздар ма осы мен қарсымын осы жағдайға деп? Любой адам айтады, бірақ ол любой адам айтады да, бірақ айтады болса қайда айтпайды. Сенде айта алады, мынау да бәріміз де айта аламыз, бірақ бұл кісілер айтпайды. Неге айтпайды? Неге айтпайды? Не үшін айтады? Сен халық мына біз таптық да. Бұларға келіп айтамыз. Бұлар жоғары жеткен. Бұлар біздерге айтпайды ғой. Мынау неге намаз оқымайды? Мынау неге намаз оқиды деген сөз болмайды ғой. Сол сияқты нәрсе. Айтып атқан жігіттер бар, өзенің жігіттері бар, осындай әкімшілік. Мен үйден шықпаймын, халықтікі дұрыс деп. Қалай ол жүрме, үйінде жатыр. Сендер тек жеткізушісіз деп сезінесіздер да. Сендер на самом деле қарсы емессіңдер ешқандай газдың я ненің Арзандаған жақсы мүлдем қарсы емессіңдер. Сен соны айта алмайсың ғой нақты. Қарсы болмағаннан кейін Айтсаң осы жерде мен бейнеу халқым жігіттері 15% қосыламыз. Осы жігіттердікі деп. Сіздердің айтқандарыңыз тыңдап жігіттер сағыл кеңірек тұрайықшы, кеңірек. бізге біреудің айтқаны Заправка иелері кәсіпкерлер әлі келе қойған жоқ, келгесін олардан да сұрап сұраймыз. Бейнеу ауданының әкімінің орынбасары Теміров жалғас ортада тұрған. Әңгіме жалғыз картошка демес, общий тамақ қайды. Картошкамен жуақ ұрып жеп отырам ба не күнде? Сұйытмай қайда, сүт қайда, ұн қайда? 12 барлығы ғой, барлығы 12 дүкен бар міне. Қай жерде ұн сүт арзан деген жерде айтып тұршы маған. Қай жерде бар? Қай жерде бар айтшы. Ұнның өзі қазір 9.000 теңге. Орталық Қазақстанда біздер мысалға былай сұрасыз, мысалы біздің тас бізде кубына бір мәшін 30 мың ба, ол атырау орнында 60 мың ба. Себебі тасымалы бар біздің жерде. Ұн да сондай, бір жерден ұн шықпайды ол жерде. Ұн зауыт құрылған да жоқ. Жеке, адамның жеке. Қайда жаңа газдың адамдар келді ма? Таңат. Заправканың иелері келе жатыр ма? Заправканың иелері келе жатыр ма? Келеміз жиналып жатырмыз қазір. Әркім шаруамен газдың адам ізгенде де жаңағы айтады ғой. 7 теңгеден алып 15 теңге қосамын деп ол мыналар сіздің артық кімге Шыңғыс, басты мақсат бар ғой, бізге мынау ЭТП деген нәрсе келіспейді екен. Міне сол ғой. Жетпіс теңге емес, арзан берсін деп. 60 дедік қой, 60. Мына тегін берсе де болады, өзімізден шыққан нәрсе Қарап отырсам. Жәке, сосын тағы бір сұрақ қойып жіберейінші. Осы темір жол мәселесі толық түрде бейнеге қаралды ма? Әлі де автода темір жол бізге қарамайды. Ол негізінде институты налогты темір жол бейнеге төлену керек. Негізі солай ғой. Бірақ ақтауға қарап отыр. Налогы сол жаққа түседі. Налог мына жаққа түсіруге болмады ма? Ол жұмыстанады, бізге де керек.
бізге де керек санамыз деп 2 жыл бұрын айттыңыз ғой есіңізде болар енді өзіміздің немізді тәуелсіз қазақстан осы мәселені екеуміз біраз сөйлестік 30 жыл болды ғой алғанымызға реально ма сол кішкене ұят болса өзгерту керек қой сәл барлық Енді 30 жылда бір завод салған жоқпыз ғой. завод бар еді Қазақстанда басқа дым жоқ шындығы. Қаттыққа шығарып кәсіпкер алса, енді біздің бейнеде жоқ ол кәсіпкер әңгіме шындығы. Бірақ ниет білдірушілер бар. Республика бойынша. Ай, темір жол билігі ала алмайсыз ау. Жақсы. Әңгіменің шындығы жұмысшылардан жұмыспен қамтиды. Жекеменшік жоқ, жекеменшік. Сол. Жәке, тамақ қараңыз, енді темір жол деген үлкен мәселе ол деген, темір жол емес, какой-то мына спорт мектебі какой-то спорт мектебін ала алмай тұрып алып, кеше туына үлкен темір жол орнына кеш, мен сен орнына кеш. Мен де саған сұрағым болды. орныңды босат Жоқ, орын босатқан емес, мен заңның шегінен де. Ауылдық деңгейде біз өзіміздің заңның шеңберінде өзімізге тапсырылған міндеттерді шама шарқымызша орындап жатырмыз. ол неғылған шама шарқы 30 жыл болды біз тәуелсіз басшысын шақырасың олардың не жазығы Біз емес, сіздер ғой газын жоқ амал жоқ шақырып жатырық қой енді олардан да сұрайық олардан да газдың мәселесі тапырақ бағаны келесі оған біздер шетелінен алып деп айтады әртүрлі мәселен шешілмейді бар табыс көріп отырғанымыз 7 теңге деген зауыттың өзіне осындай деп сосын мен ерінбей Жаңаөзен азаматтарына шықтым зауытта қаншадан сатылып жатыр 38 теңге деп неге келгенде бұл енді Жаңаөзендегі белсенділердің зерттеу несі бойынша бұл рынокпен несімен істегенде 60 теңгеден деп Жандарбек, Тайман, жоқ келген жоқ, енді келеді. рынок несімен шығарса да 82 теңге, 83 теңгеден алып отырып келіп отырған. Facebook қой, прямой эфир. Сіздердің айтуын сөздерің ана жақта басқа деп отырған уақытында соны біз де түсіне алмай отырып Енді кәсіпкерлер тендерға салған уақытында тендердағы одан кейін кім келеді кәсіпкерден кейін кім келеді мына былай ғой, мына Такеңде осы ауылдың адамдары ғой, бәріміз елде үшін жүрген адамдар. Былай қарағанда да бұл жерде бұл кісілердің де қолында ештеңе жоқ та. Мысалы біз талаптарымызды айтпадымыз ғой. Точно. Былай екеу айту керек. Жігіттер, мен ештеңе істей алмаймын. Мені ам шығарып тастасаң да өздерің біліңдер. Мен сендерден мен деу керек. халықпен біргемін деп Бірге болсын. Өзің басын тіге алмай тұр. Бұлар действительно ауыз алмайды. Басын алмай тұр. ойламаң Жақсы тауар келер дейді. Жоқ, біз біліп отырмық сен айтпасаң да оған дейін 2 сағат бұрын бұл бәрі 2 сағат емес кешеден бері белгілі болды бұлардың мәселе шешпейтіні ешқандай да тек жай ғана біздер дәл қазіргі таңда Жаңаөзен қолдау мақсатында тұрық біріншіден бір сосын мыналармен просто анау келеді мынау келеді дейміз ғой біз тоңып қалмас үшін әңгіме айтып кішкене тұрайық